аттанған туылған жер үшін, аттанған қотман ел үшін, гүл қойып еске рыйлавам, қолыңар жокер ел үшін. Естелер баба атам Илипов Булан 1906 жылы Сокул районунда Белек айылында туулган. 1941 жылы ал соғышка аттанган. Ростов-на-Донуда Рокоссовский атчандар дивизиясында 1944 жылга чейин кызмат өтөгөн. Андан кийин 1946 жылга чейин Кавказдан кызматын уланткан. 1947 жылы ал үйүнө кайтып келип, андан кийин Дурбай колхозунда эмгектенген. 1989 жылы 83 жашында дүйнөдөн кайткан. Мен баба атам менен сыймыктанам.